Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен тәжірибе жасайтын боламыз. Бүгінгі тәжірибеміз мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеу қабілетін дамыту арқылы зияткерлік және шығармашылық әлеуетін арттыруға бағытталған. Және де бүгінгі зерттеу тәжірибесіне маған көмектесетін Балбөбек бөбекжайының тәрбиеленушісі Мұрат, Әдия. Сәлеметсіздер ме? Әдия, жарайсың. Әдия, қарашы, бүгінгі зерттеу тәжірибесін бастамас бұрын біз қауіпсіздік ережесін сақтау мақсатында алдымызға не тағып алдық? Алжапқыш. Жарайсың, алжапқыш тағып алдық, иә? Әдия, бүгінгі зерттеу тәжірибесінде біз заттардың өзара қалай әрекеттесетінін және де су түсінің қалай өзгеретінін бақылайтын боламыз. Олай болса, сен бізге бүгінгі зерттеу тәжірибесіне қандай заттар керек екенін атап өт, иә? Қанекей атап өтейік. Су. Одан кейін йод, иә? Йод. Таяқша. Таяқшалар және де бізге ұнтақталған аскорбин қышқылы қажет болады. Әдия, қараш, ең алдымен біз суымызға қарайық, иә? Суымыздың түсі қандай? Түссіз. Түссіз, мөп-мөлдір, иә? Және де біздің судың біз өткендей ерігіштік қасиеті бар, иә? Қазір біз судың ерігіштік қасиетін бақылайтын боламыз. Ол үшін мына йодты алып суымызға құямыз. Құя ғой. Барлығын құя ғой. Жарайсың. Енді мынау таяқшамен осы йодты араластыр, иә? Суымызға қосып араластырып жібер. Жарайсың. Қараш, жаңағы біздің түссіз мөп-мөлдір суымыз қандай түске айналып кетті? Қоңыр түске айналып кетті, иә? Қоңыр түске айналып кетті. Енді Әдия, қара, осы қоспамызға біз қазір мынандай ұнтақталған аскорбин қышқылын қосатын боламыз. Және араластырамыз. Сол кезде қандай өзгеріс болатынын бақылаймыз. Ұстай ғой. Және де аскорбин қышқылын осы қоспаға қоса ғой. Ішіне қоса ғой. Жарайсың. Енді міне саған таяқша. Осы таяқшамен жақсылап араластыр. Бірге араластырайық, иә? Көрейік. Қара. Суымыз қандай түске айналып кетті? Түссіз. Қайтадан ең басындағы күйіне түссіз қалпына айналып кетті, иә? Әдия, біз ең басында өзіміз қойған мақсатқа жеттік пе? Жеттік, иә? Біз осы заттардың бір-бірімен қалай әрекеттесетінін байқадық. Және де су түсінің өзгеруін бақыладық. Және де білесің бе, бұл йодқа біз йодты суға қостық, иә? Содан кейін оған аскорбин қышқылын араластырдық. Сол кезде бұл жерде химиялық реакция болды. Аскорбин қышқылы йодты бейтараптандырды. Сол үшін де біздің суымыз қайтадан ең басындағы түссіз күйіне айналды, иә? Олай болса, біз өз тәжірибемізді аяқтадық. Назарларыңызға рахмет. Сау бол.